Ассаламу алейкум. Кейбір кісілердің анамды, әкемді умраға апарсам, яғни кіші қажылыққа апарсам, үлкен қажылықтай сауап алама, сол парызман құтылам ба деген сұрақтары бар. Сол сұрақтарға орай біз үлкен қажылық пен кіші қажылықтың айырмашылықтарын, ұқсас жерлерін қысқа нұсқа айтып өтсек деп отырмыз. Екеуінің ұқсас жерлері, екеуінде де ихрам киімі бар. Екеуінде де қасиетті қағбаны 7 рет тауап жасау бар. Және ұқсас жері, екеуінде де сағи, яғни Сафа мен Маруаның арасында 7 рет жүру рәсімі бар. Және соңғы тағы да бір ұқсас жері, үлкен қажылықта да, умра сапарында да шаш алдыру рәсімі қарастырылған. Үлкен қажылық пен умраның айырмашылығы: үлкен қажылық жылына 1 рет қана және белгілі бір уақытта ғана жасалады. Ал кіші қажылық, яғни умра, жылдың кез келген уақытында және шама шарқыңызға қарай қанша рет жасасаңыз да өз еркіңізде. Және бір айырмашылығы: үлкен қажылық мұсылман, ислам дініндегі 5 парыздың бірі. Әрбір адамға, шамасы келген адамға, жағдайы, материалдық жағдайы бар және де күш қуаты бар адамға өмірінде 1 рет парыз етіледі. Қалған істеген уақыттары ол қосымша сауап ретінде жазылады. Және айырмашылығы: үлкен қажылықтың кезінде Минаға барып түнеу, Арафатқа барып Аллахтан тілеу, шайтанға тас лақтыру, құрбан шалу деген ұлы рәсімдер бар. Ал кіші қажылықта ол рәсімдер жоқ. Алайда кіші қажылыққа апарсам, үлкен қажылықтың сауабын ала алмай қалады екенмін, ол парыздан құтыла алмай қалады екенмін деп, сіз бұл ниетіңізден тайынбаңыз. Өйткені біздің беретін насихатымыз кез келген жақсылық, кез келген сауаптың артықшылығы болмайды. Мүмкін керісінше сіздің осы кіші қажылығыңыз ертең сізді үлкен қажылыққа баруыңызға себеп болатын шығар. Сол себептен де жалпы естеріңізге сала кетейік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінде 1 рет үлкен қажылық және 4 рет кіші қажылығын жасаған екен. Алла тағала баршамыздың өзінің қасиетті мекеніне аман есен барып, құлшылықтарын сапалы да қабыл болатындай етіп орындап, және анадан жаңа туған сәбидей боп елге оралымызды нәсіп етсін.